сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте. Бүгінгі сабақта біз сын есімдермен танысатын боламыз. Сегодня мы на уроке познакомимся с именем прилагательным. Сын есімнің үш түрлі шырайлары бар. У имени прилагательного есть три степени. Бірінші түрі салыстырмалы шырай. Первая степень, сравнительная степень. Ол рақырек, рақырек, лаулеу, даудеу, таутеу жұрнақтары арқылы жасалады. Эта степень образуется с помощью суффиксов рақырек, рақырек, лаулеу, даудеу, таутеу. Мысалы, например, сұлурақ, красивее, жылырақ, теплее, соңырақ, позднее, үлкенірек, больше. Ақтау, белее, дәмділеу, вкуснее. Екінші түрі, второй вид, күшейтпелі шырай, превосходная степень. Бұл шырайдың түрі бірінші буынға п әрпін қосу арқылы жасалады. Этот вид степени образуется при помощи буквы п, которая добавляется к первому слогу какого-либо определения. Мысалы, например, сап, сары, желтый при желтый, әп-әдемі, прекрасный. Сонымен қатар, бұл шырайдың түрінде ереге жатпайтын тыс анықтамалар бар. Олар аппақ және көкпеңбек. Также в этой степени есть определения исключения, такие как аппақ, белый или белоснежный, көкпеңбек, насыщенный синий. Және үшінші түрі асырмалы шырай. И третий вид усилительная степень. Бұл шырайдың түрі күшейткіш үстеулер арқылы жасалады. Этот вид степени образуется с помощью усилительных наречий. Мысалы, например, ең, самый, аса, весьма, тым, совсем, нағыз, настоящий, тамаша, замечательный және тағы басқалары и так далее. Мысалы, например, өте таза, очень чистый, тым үлкен, совсем большой, аса күрделі, весьма сложный. Осымен сын есімдермен қысқаша таныстыру сабағы аяқталды. Назарларыңызға рахмет. На этом наш краткий урок ознакомления с именем прилагательным завершен. Спасибо.